Қазір мамаға пранк жасаймыз. Негізі шатастырмайды. әсем орамал забу керек қой. Мен бұл. Қалай істейсің? Сән бердің ба? Сән бердің. Бересің бірақ. Бересің. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Ой, шайды өзім айдап қоя беретін ғой, мама қалайсыз? Келді тұрып қасалады ма? Мен туалетім суы ақпай қалды. Ұятмай, ужас. Инженер шақырып отыр. Айбай! Блин! Мұнан сторисқа салсам күні. Бір зат айтайын, мен киноға түсу үшін кезінде қаншама адамдар киноға түсе алмайды, мен оқымаған актермін. Мен киноға түсу үшін 10-15 миллион теңге ақшадан сырттағам сондай сумманы. 350 мың теңгеге киноға түскен. Мен болашақты ойладым да, и рисковать етіп жүрдім. Сол себептен қазір менде 2 миллион подписчик. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін біз Назым екеуміз романтикалық кеш деп отырық. Оған себеп болған бізге эфирге сыйлық келген болатын, коробканың ішінде. Оның ішінде бізге сертификат берілген. Осындай романтикалық кешке кездесу бәрін ұйымдастырып қойған екен. Қолдаушыларға үлкен рахмет сіздерге. Сендер неге менен қайталайсыңдар өмірі? Ой, полный қарсы бәрін жинап жатырмын. Вылетать едін сұраңдар. Бүйтіп бесейді, аға, мен ол мекен жананана жылы. Неге пародия жасап жүрсің? Сөйтеді, қазір бізге жарнамаға уақытта шығу болмайды. Қазір біз осындай ұрсып қаламыз. Содан басталады бәрі. Басталдан аңғара. Сен сөміреп тұрған жоқсың, нормально тұрдың ба? Жоқ, барлығы жауылып кеткен. Несі құрсын? Нұрланнан не күтеміз енді? Күтпеймін мен ештеңке. Білдім. Қалыңыз қалай? Бүгінде образыңыз ерекше әдемі болып тұр. Аруна, сізге сіз естіген өзіңіз жайлы бір өтірік ақпарат. Күлкілі болсын, бір әлде жаныңызға бататын болсын бір. Көп қой ондай, сол моментте үндемей қалғаныма өкінемін. Қандай ақпарат болды ол? То, что бір кісілердің арасына түсті деген ақпарат. Өзің кеше босандың ғой дейді, инстадан демалыңыз бір-екі күн полетқа қойып сотканы дейді, история шықпа деп қояды маған, ұрсып жатыр енді. Өзім еще мына жақта палатада жалғыз өзім жатырмын ғой, қасымда сөйлесетін адам жоқ. Ана затқа қолға шығып басқа әйелдермен сөйлесейін десем, орвимен ауырып отырғандар көп дейді. Сен жаңа ғана босандың, не істеп қаласың, жұқтырып аласың, шықпай-ақ қойшы деп сөйтіп жатыр да. Енді жындадан құсап өзім отырмын да, не істеймін мен қасқа ермегім осы енді зат болып жатыр. Инстаграмда отырмын, ана 4-ге дейін ұйықтадым от души болғанда да одан сайын сағат сайын бала жылады, бала жылап, бала қойса қайта-қайта келіп жаңағы мамаша қағазға қол қоямыз, мамаша бірдеңе, мамаша флюра, мамаша шірдеңе деп әйтеуір бірдеңе қып 4-ге дейін ұйықтадық. Енді ұйқыдан тұрып алып энергиям ұрып отыр, не істеймін енді? Баланы жаңа нелер қыздар, медсестра қыздар кішкене смес беріп тынышталдырды. Уызыма тоймайды, мамаға. Осындай да прикол бар екен айтпақшы. Мына баланы емізген кезде мен қуғым ауырып жатыр ма десем, сөйтсем жаңағы ана қайта толғақ дей ма бірдеңе болады екен ғой. Туғанша жаңағы туатынның толғағы, туғаннан кейін қайтатын толғақ, әйтеуір білмеймін. 40 күн өткеннен кейін жаңағы еске салатын толғақ деп сөйтіп толғап жүре беретін сияқтымыз ғой. Сондай бар дейді, мен оны просто қуғым ауырып тұр ма, что-то деп қоямын ғой еще. Мән бермей жүрсем, сөйтсем ол қайтар толғақ деп айтады екен. Естімеген елде көп дейді, айлаған кезінде ерте болғандай жас кезде босанғасын ба, қыз болғанды болып, или ол кезде құрсын разрыв болып астым тігіліп жатырды ғой кәдімгідей. Ол кезде қайтар толғақпен шаруам болған жоқ, бұтыма сия алмай жүрген адам болдым ол кезде.
ішпен ұйықтауды сағынып қалмапсыз ба дейді. Мә кеше босанғаннан кейін де қорқып жүрмін ғой ішпен жатуға да, как будто андай чувство андай болады ғой. Пойызға мысалға Алматыдан Ақтауға дейін пойызға 3 күн мініп келген кезде селкілдеп келгеннен, пойыздан түскеннен кейін үйде де бүйтіп әлі пойызда жүргенде селкілдеп жүресің ғой. Сондай сияқты да, мен кеше босанғаннан кейін әлі как будто ішінде бала бар сияқты, жатуға болмайды сияқты да, ішпенде бүйтіп қапталдап жатып, кішкене аккуратно қимылдап сөйтіп жүрмін да. Енді 9 ай бойына сөйтіп үйреніп қалғасын да. Сосын есіме түсіп кетеді, мен неге ішпен жатпай жатырмын деп. Сонымен ішпен жатып қалсам, рахатына деп, өмір деген осы емес пе. Өте күшті. Шерхан, сіз өзіңіз жайлы естіген бір өтірік ақпарат? Ой, көп қой. Қалыңыз қалай, Аян? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Кеше Аян жарылды. Жарылғанда бомба болды. Мына жақта отыра алмай, Айдана, мен сені қатты ұнатам деген бір сөздері шықты әйтеуір дегенде. Бір жеңілдеп қалған шығарсыз өзіңізді? Жеңілдеп қалдым, шығады екен ғой, біраз күткенім де сол сияқты негізі. Қалыңыз қалай, Айжан? Жақсы, өзіңіз. Жақсы. Әдем болып тұрсыз? Рахмет, сіз де. Айжан, сіз өзіңіз жайлы бір естіген өтірік ақпарат? Біреудің екінші әйелі екенмін. Қалыңыз қалай, Нұрдәулет? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Мен Нұрдәулет бір өте қатты басылып қалғансыз ба? Осы бір апта, жалпы бойдан келгелі сондайсыз. Сабырмен жүрдім да. Сабыр ма, әлде ойға батып бір түрлі болады? Ол ойда бар негізі. Абылайхан, қалыңыз қалай? Қалым жақсы. Біреумен сөйлесіп жатыр едіңіз ба? Не ғой? Объявление ғой үшін. Мен сіз айылыммен сөйлесіп жатыр деп ойлап қалдым. Айылым, қалыңыз қалай? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Неде барлығы жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Кеше Асхатпен кездестіңіздер ма? Бүгін кездесеміз, бұйырса. Кеше чай. Қалыңыз қалай, Гаухар ханым? Жақсы. Гаухар ханым, сіз өзіңіз жайлы естіген өтірік ақпарат? Өтірік ақпарат өзім жайлы естіген. Өзім жайлы негізі ақпарат естімедім. Бірақ өсектер естігем. Сол бір. Қалай саған? Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бізде бәрі жақсы. Не деген стиль мынау? Сол өзі жаңа қашық болсын деген андай күшті әдемі киіндім же. Қалыңыз қалай? Жақсы, әдемі болып тұрсыз, нежный болып. Нұржан қайда? Нұржан бүгін жоқ. Бүгін жоқ па? Неге? Болмайды. Арысқа кетеді. Назым, сіз жалпы мынау бір территориядан шығасыз ба? Назым, сіз өзіңіз жайлы естіген бір өтірік ақпарат, өсек? Естімеген ешқандай өтірік. Бірақ айтқаным бар, өтірік майысады, сызылады деген сияқты айтқан. Красная шапочка бүгінгі. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз. Жақсы. Айдана, сіз өзіңіз жайлы естіген бір өтірік өсек бір ақпарат? Көп ондай. Өте көп естігем. Қалыңыз қалай, Сандуғаш? Жақсы, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Сандуғаш, сіз өзіңіз жайлы естіген бір өтірік өсек ақпарат? Осында айтатындай, іш пыстырарлық, қызықсыз қыз деген.